Біз бұл жобада әртүрлі саладағы кәсіпкерлердің кәсіп ішіндегі процестерін талдайтын боламыз. Бизнестегі өзекті мәселемнің бірі осы мастерліктен тренерлікке ауысу. Средний оборот айтыңызшы, средний оборот. 2,5 миллион. Жеке кәсібіммен айналысып жүргеніме 3 жылдан асып жатыр. Таза табысқа шыға аласыз негізі. Инструмент? Қаншалықты ол, қандай комфорт сіздің қалап тұрғаныңыз? Как минимум 70 миллион. 300-інде ол контракт жүзеге асқан жоқ. Сіз сол комнатаның ішінде мына жерде стена қарап отырсыз да? Дәл таптыңыз. Тура солай. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен тағы да бизнес талдау жобасы. Менің есімім Самат Ажыбеков, кәсіпкермін, Джевелюкс зергерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Біз бұл бағдарламада әртүрлі саладағы кәсіпкерлердің бизнестерін талдайтын боламыз, және де сол бизнесті масштабқа алып келетін инструменттерді анықтаймыз, немесе анықтау жолын көрсететін боламыз. Құрметті көрермендер, келесі шығарылымға егерде сіз қатысқыңыз келсе, астындағы сілтемеге өтіп, анкетаны толтырыңыз, мүмкін келесі шығарылымдағы қонағымыз сіз болуыңыз мүмкін. Ал енді біздегі кезекті қонағымыз Құралай ханым. Құралай ханым, қош келдіңіз. Құралай ханым бізде перманентный макияжбен айналысады, солай ғой? Иә. Енді өзіңіз саламатсыз ба? Өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Есімім Құралай, перманентный макияжбен 5 жылдай айналысып жүрмін. Жеке кәсібіммен айналысып жүргеніме 3 жылдан асып жатыр. Өзім салонда мастермін, перманентный макияждың мастері болып табылам. Енді бизнестегі өзекті мәселемнің бірі осы мастерліктен тренерлікке ауысу. Оның ішінде онлайнды қолға алу, және де тағы да бір өзекті мәселемнің бірі ол масштабирование мәселесі болып тұр. Яғни Қазақстанның 3 қаласынан және де шетелден студияларының филиалдарын ашу бүгінгі таңдағы өзекті мәселемнің бірі болып тұр. Жақсы, масштабқа байланысты сізде қазір қанша точка бар? Бір ғана. Бір ғана точка бар, Алматыда. Енді масштаб сізге не үшін керек болып жатыр? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, сіз өзіңіз қазір тренер болып жасап жатсыз ба? Мен көбінесе мастермін. Тренер болып та жұмыс жасаймын, бірақ базовый курстарды 2 айда бір өткіземін. Базовый курстарды жөө өткізіп жүрсіз? Иә, мастер-класстар өткіземін. Мастер-класстар бір күндік болып табылады. Яғни действующий мастерлерге повышение квалификации ретінде бір күндік мастер-класстар өткізіледі. Яғни уже жасап көргенсіз, сіз оны жасай аласыз, тек қана соны 5-6 адамға емес, 100 адамға, 200 адамға, 1000 адамға жасағыңыз келеді, примерно, толығымен упаковка жасау керек, сосын соны сату керек. Жақсы, не үшін қазіргі жұмысыңызды ауыстырғыңыз келіп жатыр? Яғни сіз қазір енді бір определенный бір жұмыс жасап жатсыз ғой? Иә. Не үшін жұмысыңызды ауыстырғыңыз келіп жатыр? Қаншалықты қазіргі жұмысыңызға көңіліңіз толады? 100% көңілім толады қазіргі жұмысыма. Не ашетінділер бар ма? Өте қатты ұнайды өзіме. Қыздарға сұлулық сенімділігін сыйлау өзіме қатты ұнайды. Шабыттандырады деп айтсам да болады. Жұмысымды ауыстырғым келмейді, тек мастерліктен көбінесе тренерлікке ауысқым келеді. Яғни көбінесе үйреткім келеді. Себебі үйрету тоже ұнайды. Жоқ, жақсы, дұрыс қой. Бірақ сіз қазіргі процесстен қашып жатқан жоқсыз ба? Жоқ, қазіргі процесстен қашып жатқан жоқпын, бірақ кішкене шаршадым. Себебі 5 жыл бойы күніге жұмыс жасаймын, көретін тек бір нәрсе қас ерін деген сияқты. Кішкене обстановканы ауыстырғым келеді. Және де осы басты жұмысымның көп бөлігін мастерлеріме бергім келеді. Және де пассивті табысымды ұлғайтқым келеді осылайша. Жақсы. Давайте цифраға келейік. Оборот қанша? Айына 1,5 миллионнан 3,5 миллионның арасында. Ол оборот, табыс емес? Оборот. Таза өзіңізге қалатын ақша? Миллионнан 2,5 миллионға дейін. Тұрақты деп айта алмаймын, себебі сезонный жұмыс болып табылады, және де күнделікті келіп жатқан клиенттердің санына байланысты табыс. Тұрақты дегенде ең минимальный қанша сол? 1,5 миллион ба? 1,5 миллион. 1,5 миллион кезінде сізге 1 миллион таза қала ма? Где-то около миллиона. Точно? Да. Қалай ол? Себебі адам жоқ деген кезде, мысалға ораза кезінде бүкіл салонның процедуралары кішкене азаяды. Соның ішінде біздің процедуралар тоже азаяды. Осы март пен апрельдің арасында осы рамадан кезіндегі доходты есептейтін болсақ, 2,5 миллион болды.
2,5 Оның миллион оборот. миллионы, да, оның миллионы расход. Получается 1,5 миллион. Мен түсінгенім бойынша сізде цифралармен жұмыс жасалмайды. Жасалады, бірақ CRM система бізде жоқ, компьютерға Қандай цифра бар? енгізілмейді. Жалпы қандай цифра бар? Қандай цифра? Иә, қандай цифралар жүргізесіздер? Оборот қалай көресіз мысалға? Нақты оборот мынанша сумма болды деп, нақты қалай көресіз? Банктың системасы бойынша көрем. Сосын Выписка бойынша көресіз просто, иә, выписка бойынша көрем. Сосын күнделікті бізде администраторлар, 2 администратор жұмыс жасайды. Күнделікті приход пен расходты күнге отчет ретінде өткізіп отырады. Клиент қайдан келеді сізге? Көбінесе Инстаграмнан. Инстаграмнан келеді. Таргет жібересіз ба или Таргет жіберем. Просто страницадағы подписчиктер? Таргет жіберем, бірақ көп жіберем деп айта алмаймын. Қанша суммаға жібересіз? Бір айда орта есеппен 100-150 мың. 100-150 мың. Иә. Ол өте аз, өзім де білем. Жақсы. Кішкене увеличение жасау керек. Так. Бірақ жасамайсыз. Иә. Таргетке жібердік. Адам келді. Оны кім қарап отырады? Сумма кетті ғой. Мынанша сумма кетті, айына мынанша сумма кетті, мынанша клиент келді, оның мынаншауы жазылды, мынаншауы жазылған жоқ, жазылмағандардың данные деген бір... Негізі таргетті мен өзім жіберем. SMM-ді өзім жасаймын. Так. Себебі SMM-шіктермен жұмыс істеп көрдім, көңілмен шыққан жоқ. Сосын өзім жұмыс істеймін көбінесе. Так. Және таргетті мен продвигать кнопкасы арқылы ғана жіберем. Фейсбукпен жібермеймін. Сосын бізде сарафанное радио жақсы жұмыс жасайды. Яғни бір әйел адам жасап кетсе, ол өзімен мысалға 5 адам алып келуі мүмкін. Довольный клиент болса. А клиент көбейтсеңіз не болады? Клиент көбейтсе бола ма? Доход Көбірек болады, а мастерлер үлгере ма? Иә, қазір өзіміз студияда 4 мастерміз, менімен қосқанда, мен қазір 5-ші мастерді іздеп жатырмын. Сосын 5-ші мастерді тапқаннан кейін өзім кішкене обученияға бет бұрғым келіп жүр. Сол қазір іздеп жатырмыз 5-ші мастерді. Сіздің жұмысыңызды алады ол сонда, Жоқ, мен жұмысымды алмайды, мен өзім жұмысымды алам, бірақ кішкене күндерімді азайтам. Өзіме кішкене уақыт бөлу үшін. Давайте оны тақтаға жазып көрейік, цифраларды нақты шығарайық. Примерно средний оборот айтыңызшы, средний оборот. 2,5 миллион. 2,5 миллион теңге средний оборот, 2,5 миллион средний оборот. Осыдан енді себестоимость бар ғой? Әр заттың нелері бар ма? Иә. Шығыны бар ма? Так, қанша болмақ? Давайте басейік. 2,5 миллион теңге, средний чек қанша? Бір средний чек мастерлердің тәжірибесіне байланысты әр мастердің өзінің бағасы бар. Так. Ең аз опыты бар мастердің бағасы 10 мың теңге, ең жоғары опыты бар мастердің бағасы 30 мың теңге. 10 мың теңге, 30 мың теңге. Ол сіздіктен бөлек? 5 мың средний. Сіздіктен бөлек па? Жоқ, мен 30 мың. Менде 30 мың теңге. Жақсы, онда басейікші, 2,5 миллион теңге болу үшін қанша клиент сіздер қабылдадыңыздар? Сонда бар ма жоба? 2,5 миллион болу үшін сіздер қанша клиент қабылдадыңыздар дегенде не жоқ па? Күніне әр мастерде примерно орта есеппен айтқанда 4 клиент болу керек. Әр мастерде? Иә. Примерно болатын, иә, олай? Иә, примерно бізде сондай болады. Хорошо. Мастерден бөлек сізде бар еще, иә? Мастерлерден бөлек мен өзімде бар. Сізде қанша? Менде бағасы 30 мың теңге. Жоқ, қанша клиент болады күнде? Әр кезде әрқалай, бірақ орта есеппен 5 клиент болады. Сонда сізде 4 мастер бар қазір, иә? Менімен қосқанда 4 мастер. Сізден бөлек 3 мастер бар. Әрқайсысы 4-ін алған кезде 12 болады. Солай ғой? Иә. Солай ғой? Иә. Примерно сол 12 адам келе ма салонға бір күнде? Сіздікінен бөлек? Менен бөлек, иә, примерно 12 адам. Жобамен, иә? Плюс еще удаление деген бар бізде. Тек перманентпен айналыспаймыз, бізде тағы удаление старого татуажа бар, сосын наращивание ресниц бар, ламинирование ресницы бровей, маникюр, педикюр. Мәссаған. Оны қала шығарамыз. Бірақ бізде специализация именно перманентный макияж. Перманентный макияждан, макияж общий доходтан 90%-ын, 80%-ын осы перманент құрайды. Жақсы. Негізі былай болу керек еді, бізде мысалға осы даже жаңағы макияж болсын, тырнақ болсын, басқа болсын, барлық клиент санын шығару керек бізге ше. Ең дұрысы. Жақсы, егер де 90% сол перманентный макияж болатын болса, онда соған байланысты жаңағы әр мастерге 4 адамнан келеді дедік, 3 мастер 12 адам. Плюс еще сізге келеді, где-то 5 адам, сонда бізде 17 адам келеді, солай ғой? Иә. Күнде 17 адам келеді. Примерно. Плюс еще удаление бар, удаленияға как минимум 3 адам келеді.
Перманентке байланысты 3 адам келеді. 3 адам келеді ме күнде? Иә. Итого получается в среднем 20 адам. В среднем 20 адам келеді бір күнде, иә? Бір күнде 20 адам келеді. Так, бізде сонда қанша адам болады? 600 адам бола ма бір айда? Да. 600 адам болады. Бір айда 600 адам дейікші. Иә, орта есеппен. Сосын бірақ мастерлердің выходной күндері бар, онда есептеу керек. Аха. Қанша күн жұмыс істейді мастер? Аптасына 1 рет демалады. Аптасына 1 күн демалады. Сонда бізде 26-27 күн ғой, иә? Рабочий күндері. 25 деп есептеуге де болады. Бір мастер 26 күн жұмыс жасайды дегеніміз, иә? Иә. Бізде 3 мастер бар. Менен басқа. Плюс сіздікі бар. Иә. Давайте 4-еу. 3 мастерден шығарып алайық бірінші. 20 адам, бізге 26 рабочий күн болатын болса, 520 клиент болады екен. Бізде дұрыс емес. Бір айда средний 520 клиент болып тұр, иә? Егерде 520 клиентті 2,5 миллионды біз бөлетін болсақ, 520-ға, бізде бір, дұрыс па? 2 миллион 500 мың бөлесің 520-ға. Среднем бізде бір клиент бізге 4800 теңге береді. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Что-то кішкене по цифрам келмей қалды. По цифрам келмей қалды. Бізде онда либо клиенттің саны бұндай көп емес болуы мүмкін, либо оборот бұдан көп. Қайсы дұрыс емес? Әр кезде әрқалай болады. Оборот кей кезде көбірек болады, кей кезде азырақ болады. Клиенттердің саны да кей кезде көбірек болады. Онда былай істейік. Сіздің услугаңыз қанша тұрады? 30 мың. 30 мың тұрады. Ең арзан чек 10 мың теңге ма? Ең арзан чек 10 мың теңге. Сосын бізде дополнительно келетіндер? Иә, бірінші процедураға келді ма, мысалға бір клиент бір айдан соң міндетті түрде коррекциясына келу керек. Коррекциясының бағасы, мысалға бірінші процедура 10 мың теңге болса, коррекцияның бағасы 8 мың теңге. Так. Сонда екі түрлі баға болады. 10 мың теңге келсе, 8 мың теңге келеді. Иә, немесе маған жазылған клиент болса, бірінші келген кезде 30 мың теңге, бір айдан кейінгі коррекциясының бағасы 12 мың теңге. Так, 30 мың теңге, 12 мың теңге, 10 мың теңге, 8 мың теңге. Так, бізде енді среднем бір 15 мың теңге сияқты. Орташа бірінші процедураның бағасы где-то бірді, 15 мыңда. Среднем сондай болуы мүмкін, е? Жақсы, ондай болатын болса, среднем болатын болса, бізде 2,5 миллионды біз бөлетін болса 15 мыңға, сіз айна 520 клиент қабылдамайсыз, сіз айна 166 клиент қабылдайсыз. О, да дұрыс емес. 166 клиент қабылдайсыз. Егерде оны 26-ға бөлетін болсақ, рабочий күнге бір күнде общий 6-7 адам қабылдауыңыз мүмкін. Примерно. Ол средний. Бір күні типа 10 адам болады, бір күні адам болмай қалуы мүмкін, бір күні 1-2 адам болады деген сияқты. Но среднем сіздің цифрларыңыз бойынша, осылай шығып тұр. Егерде средний чекті жаңағыдай алатын болсақ. Бірақ бізде негізі бұл дұрыс емес. Құрметті көрермендер, негізі кім бизнес жасап жатыр, бұндай вслепую жұмыс жасау, енді былай айтқанда цифрасыз жұмыс жасау өте қиын. Не үшін? Себебі былай айтуыңызға болады да. Егерде мен сіздерден қазір келіп, сізде клиент қанша десе, сіз нормаль деп айтасыз. Сіз үшін нормаль деген ол 10 адам болуы мүмкін, а 10 адам маған вообще аз болуы мүмкін да, ол ше. Аз. Сол үшін бізге всегда цифра керек. 166 клиент бір адам үшін ол өте көп, бір адам үшін ол өте аз. Сондықтан сіздің қазір нормальный дегеніңіз, сіз маған айына қанша оборот жасайсың десе, сіз маған нормальный оборот жасаймын деуіңіз мүмкін. Көп деуіңіз мүмкін да. Көп деп сіз 2,5 миллион айтып отырсыз мысалға. А бір адам үшін ол слишком көп болуы мүмкін. Бір адам көп деп миллионды ойлауы мүмкін. Сондықтан сіздерге айтарым, егерде нақты масштабқа бару керек болатын болса, онда бізге всегда цифра керек. Всегда цифра керек. Себебі алдыңғы выпуста да айтқан, 2,5 миллион теңге оборот өсіргім келеді. Қаншаға нақты өсіргім келеді? Нақтылық болмаса, 2 миллион 600 мың теңгенің өзі мынадан қарағанда өсіп тұр. Сіз оған довольны боласыз ба? Довольны болмайсыз. Сондықтан не керек? Бізге постоянно цифра керек. Цифра жұмыста болмай, ол бірдеңкені өзгерту қиын. Так, давайте бастик. Примерно 166 клиент деп алдық, жобамен. Қанша теңге сіз
расход рекламаға жұмсайсыз? Рекламаға 100-150 мың теңге. 150 мың теңге бір айда жұмсайсыз жобамен, Так. Рекламаға жұмсайсыз 150 мың теңге. Не деген тегін, но? Осыдан таза қалады қанша? 2,5 миллионнан ба? Иә. 550 мың аренда, сосын расход материалдар. Давайте бөлейік. 400 мың теңге кетеді. Иногда 500 мың теңге кетеді. Қай жаққа? Материалға? Материалға. Примерно 500 кете ма? Примерно 500 кетеді, иә. Материал? Арендаға 550 мың кетеді. Материал, арендаға 500 ба? 550 мың. Сосын техперсонал мен администраторларға 400 мыңдай кетеді. 400 мыңдай кете ма? Бұл неге? 350 где-то солай кетеді. Бұл қайға? Администратордың, екі администратор мен жалпы фонд оплаты труда, иә? Иә. Фонд. Так, нені ұмыттым? Аренда, материал, фонд оплаты труда и тағы не ұмыттым? Жауамен осы ма? Примерно осы. Расход примерно осындай. Тағы не болу мүмкін? Рекламаға 150 мың кетті, иә? Таргетті кім жібереді? Мен өзім жіберем. Өзіңіз жібересіз, өзіңіз таргет оқысыз. Хорошо. Материал кетті, аренда кетті, айлық кетті. Басқа не? Басқа расход жоқ па? Басқа расход жоқ. Басқа расход жоқ. Хорошо. Так, бізде болады бұл 550, 500, миллион 50, миллион 450, миллион 600. 1,6 общий расход кетті, 2,5 миллионнан сізде таза қалады 900 мың теңге ма? Жобамен? Мынау негізі расходтар, максимальный расходтар. Максимально. Кей кезде материалға 300 мың кетеді. Таусылуына байланысты, бірақ максимально кеткені 500 мың. Жақсы. Масштабқа шығу үшін бірінші цифраларды дұрыстауға керек. Себебі бизнестің ішін дұрыстамай жатып, сыртқа қарай шығу өте опасно. Мен алдыңғы бір шығарылымда айтқам, қазіргі, негізде сізде проблема. Қайтсам болады, бомба замедленного действия дейді. Бір күн жарылады. Қалай? Енді сіз дұрыс емес қадам жасап келе жатсыз, сіз уже масштабқа келген уақытта бұл уже білінеді. Сіз аз көлемде жасап жатсаңыз, бұл білінбеуі мүмкін сізге. Бірақ үлкен көлемде келген уақытта, яғни аз цифрада, цифра жоқ қой жұмыста, соны қолмен жаза беру ыңғайлы. А как только уже процесстер көбейе бастайды, уже оборот көбейе бастайды, сізге оны жазу уже өте ыңғайсыз болады. Сіз сосын кейін уже қазір түземесеңіз, бұл проблеманы ертең түзеу өте қиын болып кетеді. Қалай түзеу керек? Қалай түзеу керек? Хотя бы жоқ дегенде бізде RMP таблица бар. RMP деген таблица бар. Ол аудармасы, расшифровкасы рука на пульсе. Сіз жұмыстың пульсын әрдайым ұстап отырасыз. Яғни ол жақта сізде каждый ненің әрекеттің цифрасы шалып тұрады. Рекламаға қанша жұмсадың, одан қанша адам показ жасалды, қанша адамға яғни көрсетілді, қанша адамға көрсетілгеннің ішіндегі қаншауы сіздің парақшаңызға өтті, оның ішінен қаншауы сізге клиент болып келді, яғни заявка тастады. Заявканы барлығы алмауы мүмкін. Қанша адам заявка тастады, заявкадан қанша адам сізге клиент болып келді. Бұл клиенттің ішінен қаншауы сізге повторно болып келді. Осының барлығы сізде күнделікті 1, 2, 3, 4, 5 бір ай бойы жазылады. Каждый ай сайын жазылады осылайынан. Сіз осыны көріп отырасыз. Бір күні оборот азаяды, бір күні оборот көбейеді. Көбейген уақытта қандай дұрыс әрекет жасалды, сіз соны қайталауға тырысу керексіз. Азайған уақытта қандай дұрыс емес әрекеттер жасалды, сіз анықтасаңыз, ол да кетеді. Яғни, мысалға айтайық, сіздің жұмысыңызда 100 адам обращение жасады, ол цифрада көрінеді барлығы. Оны толтырып отыратын бір адам болады. Яғни, бүгін 100 адам келді, 100 адам обращение жасалды, оның ішіндегі 15 адамы клиент болды. Нақты клиент болды. Бізде конверсия 15%. Осылайынан оборотқа жасайсыздағы средний конверсияны шығарасыз. Сосын бір күн тұрасыздағы қарайсыз, оборот түсіп кеткен. Сіз барасыздағы көп компаниялардағы қатесі осындайда, мүмкін сіздерде де осындай қате болуы мүмкін. Көп жердегі қате оборот болмай жатса, барлығы баратта маркетолог қайтады. Неге бізде оборот төмен деген сияқты болмаса, бараттағыны тек қана отдел продажға айтады. Неге бізде оборот төмен деп? Ол үлкен қате. Не үшін қате?
ана жерде екі отдел бөлінеді. Ең простой, мен сізге айтып жатқан ең простой RMP таблица. RMP-дің түрі өте көп. Бірақ ең простойын хотя бы қою керек. Яғни бізде төбеде отдел маркетинг тұрады, астында отдел продаж тұрады. Сізде нақты көрінеді. Егер де оборот болмай жатса, сіз барасыз қарайсыз. Егер де күнделікті лидтан аз келсе, сіз отдел продажға барып әңгіме айта алмайсыз онда жерде. Енді отдел продаж дегені сізде обработка жасайтын кім енді? Сол адам ғой негізі отдел продаж. Яғни обработка жасайтын адамға барып әңгіме айта алмайсыз, сіз таргет жағынан адамға әңгіме айта аласыз. Бұл уақытта сіздің өзіңіз. Мүмкін сіз өзіңізге байланысты анализ жасауыңыз мүмкін да. Яғни мен нені дұрыс емес жасап жатырмын. Мүмкін мен таргетті дұрыс жіберуге уақытым болмай жатқан шығар, бірдеңе шығар деп, сіз өзіңізді нақты шығарып аласыз. Цифра бізде всегда бір нақты бір жерге алып, нақты бір түсінікке алып келеді. Яғни қалай айтсам болады? Бізде өміріміз барлық жерде нақтылық бар жердің барлығында бізде цифра бар. Жасың қаншада? Цифра ма? Цифра. Номерің қандай? Цифра ма? Цифра. Қазақстан жер көлемі? Цифра ма? Цифра. Жалпы любой жердегі нақтылық бар жердің барлығында цифра. Цифралар бар. Значит, біздің жұмысымызда да сол цифра болу керек. Нақтылық болу үшін. Сол цифраларды жасайсыз. Ол жақта уже көрінеді. Отдел маркетингтен қате кетіп жатыр, немесе отдел продаждан қате кетіп жатыр. Енді отдел продаж дегенде отырып алып телефон емес, сізде кім обработка жасайды? Келген клиенттермен. Администратор ма? Онда администратор. Мүмкін администратордың слишком жұмысы көп шығар. Сол үшін ол кейбір клиенттерді дұрыс обработка жасай алмай қалуы мүмкін. Оның барлығын цифра нақты болған кезде көре аласыз. Сізде командада қанша адам? Барлық мастерлерді есептегенде 9 адам. Тек перманентный макияждың мастерлерін есептегенде 4 адам. Плюс удаление мастер бар. 5 адам. Сол 5 адам общий сізде осы оборот алып келеді, иә? Жақсы. Мен сізге ол басынан келе жатырмын қазір. Каждый жұмыстағы дұрыстау керек процесстер. Одан кейін барып қазір сіздің неңізге келеміз, жаңағы запросыңызға келеміз. Неге келейік? Финансқа келейік. Финанс бойынша бізде не болып жатыр компанияда? Соны айтып беріңізші. Финанс бойынша? Иә. Скорее всего, сізде финанста да оцифровка жоқ? Иә, жоқ. Жақсы. Біз приход пен расходты тек журнал бойынша жасаймыз. Журнал бойынша. Хорошо. Қараңыз, бұл жерде бір дұрыс емес деген әрекет жоқ. Сіздің жасап жатқан әрекетіңіз ол дұрыс. Енді жалпы бизнесте дұрыс емес шығар, бірақ ол сіз үшін дұрыс. Сіздің результатыңыз сіз үшін ғана керек. Басқа ешкімге керек емес. Сондықтан барлық әрекеттеріңіз сіз үшін дұрыс. Мен сізге қазір дұрыс емес деп айтып жатсам, ол менің көзқарасым дұрыс емес болуы мүмкін да. Бірақ иә, өзгерту керек жерлерді айтамын. То есть айтайын деп жатқаным, сіз өзіңізге қатты қабылдап қалмаңыз деп жатырмын да. Қатты мен дұрыс емес деп жатыр екенмін ғой деген сияқты. Енді сіз бар білгеніңіз бойынша істедіңіз, онда тұрған ештеңе жоқ. Иә, давайте финансқа керек. Финансты бізде кім контроль жасайды? Мен өзім. Өзіңіз контроль жасайсыз. Сіз өзіңіз и таргетологсыз. Өзіңіз и SMM-сіз. Өзіңіз и мастерсіз, өзіңіз и бухгалтерсіз. Жоқ, бухгалтер бар, бірақ общий расход, приходты өзім контроль жасаймын. Жақсы. Ол жақта да бізде цифра жоқ. Қарап жатқан жоқпыз. Не болып жатыр, не болып жатқан жоқ. 2,5 миллион теңгеден мүмкін сіз көп жасауыңыз мүмкін, мүмкін аз жасауыңыз мүмкін, иә? Көп жасауым мүмкін, аз жасауым мүмкін. Расходтарым да одан көп болуы мүмкін, аз болуы мүмкін. Бірақ орташа примерно осылай. Тура осы 3,5 жыл болды жасап келе жатқаныңызға. 3 жыл. 3 жыл болды жасап келе жатсыз. Негізі кішкене андай жүйеге алып келу керек қой барлығын ше. Сіз масштабқа шығам десеңіз, в целом негізі дұрыс жұмыс жасау, ол жүйеге алып келу керек та. Жүйесіз болатын болса, кішкене қиындау. Сол жүйелеуді сізден сұрап, сізден талдау жасау үшін келіп отырмын. Жақсы. Көп кәсіпкерлердің қателесетін жері осы да. Көп қателесетін жері ол ақшаны өзімдікі деп санау, компанияның ақшасын. Компанияның ақшасы ол компанияның ақшасы. Өзі айтып тұр ғой, компанияның ақшасы деп. Сіздің ақшаңыз сізге нақты, сіз қанша жасадыңыз, қанша мастердің жаңағы, то есть қанша клиент обслуживание жасадыңыз, қанша сумма нақты алдыңыз, бухгалтер сізге соны бөліп беру керек та. Соны бөліп беру керек. Ол сіздің ақшаңыз. Вот қай жаққа жаратасыз өзіңіз білесіз. Ал жұмыстың ақшасы жұмыста қалу керек. Мысалға, сіз бұл подходпен ертең көп адамдарда мысалға жаңа не болып жатады, кассовый разрыв болып жатады.
кассовый разрыв не үшін болады? Есептемегеннен болады. Осы айда нақты кету керек ақшасы бар. Яғни келесі айға жаңағы таргетке жұмсайтын суммасы бар. Осы айдың соңындағы айлық беретін айлықтары бар, басқасы бар деген сияқты. Анау тұраттағыны срочно шетелге бару керек болады. Білмеймін мен, сондай бір покупка жасау керек болады деген сияқты. Алаттағыны кассадан алаттағын ұра салады. Одан кейін кассада кепіш болып жатады. Ақша жетпейді. Одан кейін мастерге барады, күте тұрыңдар дейді, келесі айдан алады. Сөйтіп кепіш болып жатады. Келесі айда өзіне аз ақша қалып қалады. Мынау түсінбейді, қай жаққа кетті ақша, не үшін бізде аз ақша отыр деген. Не үшін аз ақша отыр? Себебі сен келер айдың ақшасын осы айда жаратып тастадың. Артығымен жаратып тастадың. Сен осы айда миллион тапқан едің, 1,5 миллион жараттың. 500 мың теңге қайдан шықты? 500 мың теңге жұмыстағы қызметкерлердің ақшасы болуы мүмкін ол. Бізде бұл тек қана бизнесте ғана емес сияқты бұл проблема. Бұл проблема көп жерлерде бар сияқты. Сондықтан нақтылық болу керек ол жақта да. Мен айтар едім сізге кассаны бөлу. Сіздің өзіңіздің жеке ақшаңызбен. Мен осы бойынша кішкене түсінбедім. Мастерлерден келген 50%-ды мен кассада қалдыруым керек, тек өзімнің 100%-ымды құртуым керек қой. Былай айтқанда, сіз негізі айдың соңында ғана ақша аласыз ғой? Бізде күнделікті касса. Мысалға 5 клиент қабылдады ма мастер, 5 клиенттің 50%-ын күнде жіберіп отырып. Күнде алып отырады. Мен 50%-ын алам, мастер 50%-ын алады. Сіз осы уақытқа дейін өзіңіздің білетін тәжірибеңіз бойынша бір әрекет жасап келдіңіз. Егер де менің айтқандарыммен келіссеңіз, дұрыс емес жерлерін айтып жатқан жерлермен келіссеңіз, сіз мынау подходты өзгерту керексіз. А если келіспесеңіз, айтасыз, мен келіспеймін, енді по-своему жасай беремін. Жоқ, келісемін. Қалай өзгерту керек? Енді жаңағы мастерге жалпы ақшаға байланысты негізі администратор деген ол кассир емес, ол бухгалтер емес негізі. Бухгалтер деген кәдімгі кіріс шығысты есептеп отыратын арнайы адам бар. Дұрыс қой? Дұрыс. Мен айтайыншы, сіз негізі өзіңіз мастер жаңағы обучениеге жасамай жатып, мынаның өзін дұрыстап жүйеге келтіріп, сіз оборотыңызды қайда асыра аласыз. Себебі, мысалға, қалай ол сіз өзіңіз жаңағы неге таргетолог болып отырсыз? Қалай сіз өзіңіз таргетолог болып отырасыз? Сіз таргетологтың, сіздің жұмысыңыз таргетолог емес қой? Сіздің жұмысыңыз? Таргетологтың жұмысын мен өзім жасаймын. Бірінші жаңағы бухгалтерді аяқталайық. Бухгалтер келетін болса, бізде не өзгеруі мүмкін? Бізде нақтылық пайда болады. Как минимум, нақтылық пайда болады. Жүйеден бұрын нақтылық пайда болады. Уже цифраны нақты көретін боламыз. А цифровка, мысалы қазір мына жерде бірдеңке өзгертейік десек, бұл дұрыс емес қадам қалып келе жатыр да. Себебі бізде нақтылық жоқ. Нақты мысалға бізде айына 166 клиент па, или там 500 клиент па, біз оны білмей қалдық қазір. Сондықтан бірдеңкені өзгерту үшін архивқа қарау керек та кішкене. Бұрынғы жаққа қарайсың, цифраға қарайсың, көресің, ары қарай нетесің. Бізде бухгалтер келсе не өзгеруі мүмкін? Сіз айтып көріңіз. Бухгалтер алдық дейік, давайте жұмысқа бухгалтер алайық. Бухгалтер келсе, нақты цифралар пайда болады. Нақты приход, нақты расход. Соның бәрі жүйеге келеді деп ойлаймын. Администратор қаншалықты загружен жұмыс жасап жатыр қазір? Орташа. Олардың жұмысына, обязанностына, міндетіне звонки, WhatsApp пен Instagramдағы SMS-терге жауап береді, яғни клиенттерді жазады процедураға. Сосын рассылка жібереді, клиентті қарсы алады, шығарып салады. Саған. Ол жазып үлгере ме өзі цифраларды? Иә, үлгереді. Жақсы. Мастермен бірлесе отырып, олар мастер барып тексереді, дұрыс жазды ма, дұрыс жазбады ма. Себебі ол оның наны ғой. Ол дұрыс болып есептелгені өзіне жақсы. Сондықтан мен мастерлерге айтам, өздерін барып тексеріп жүреді. Жақсы. Қаншалықты текучка сізде? Мастерлердің арасында ма? Өзекті мәселенің бірі болып табылады текучка. Себебі көп мастерлер жарты жылдай, 4-5 айдай, мүмкін 8 айдай жұмыс жасайды, сосын кет қалады өзіне жұмыс жасап. Сол осы мәселе бойынша, контракт бойынша жұмыс жасау мәселесі тоже қаралған болатын. Бірақ іс жүзінде ол контракт жүзеге асқан жоқ. Қандай контракт ол? Жұмысшылармен 2 жылға немесе 3 жылға деген. Иә, заңды түрде. Договор NDA ма? Договор NDA емес. Просто договор. Хорошо. Сол NDA-ді бір қарап көріңізші. Мастерге байланысты. Енді бұл жерде егер де
мастер сізге дейін мастер болып келсе, сіз оны ұстай алмайсыз. Егер де сізге дейін мастер емес, сіз оны мастер қылып шығарсаңыз, сіз заңды түрде оны жаңа келіскен сұраққа дейін онымен жұмыс жасауға, ол сізбен жұмыс жасауға тиісті. Бірінші мәселе. Екінші, мен не үшін сұрадым бұны, сізде текучка көп па деп. Себебі жұмыстан ондай хаос бар кезде көп адамдар жасағысы келмейді. Жаңағы өзінің проблемасы бар, өзі шешеді, өзі бар, жаңағыдай бағаны тексереді, бірдеңке деген сияқты. Барлығы прозрачно, барлығы көрініп тұрған болатын болса, барлығы сенімді түрде болатын болса, олар сол жақта жұмыс жасай бергісі келеді. Жоқ, ондай жағынан ешқандай не жоқ. У нас хорошие условия, бәрі жақсы, мастерлер бір-бірімен өте жақсы қарым-қатынаста, мен олармен жақсы қарым-қатынастамын. Ол жағынан не жоқ, просто кейбір мастерлердің амбициясы болады да. Мен өзім бұлай аша аламын ғой деген секілді. Я, әрине, кез келген мастер ашады, бірақ ол менің уақытым. Мысалға, бір мастерді профессионал ету үшін как минимум 1 ай 2 ай кетеді. 1 ай 2 ай мен қасында жүріп үйретіп тұруым керек. Ол менің уақытым, мысалға. Сол осы. Жақсы. Онда біз пока неге кірмейміз, біз бірінші жаңағы нені алайық, бухгалтерді алайық. Бухгалтерді алатын болсақ, бухгалтердің айлығы қанша примерно? Бухгалтердің айлығы, енді бізде бухгалтер дегенде по цифрам просто жазып отырады ғой негізі. Особо қатты не емес. Мне кажется, бір 150-200 мың теңгемен шешуге болатын сияқты. Солай ғой? Примерно 150-200 мың теңгемен оны шештік дейік. Бізде администраторда көбірек уақыт қалады. Екінші, сізге керегі ол таргетолог. Таргетологтың айлығы қанша? Таргетолог енді удаленка жұмыс жасай алады. Ол штатқа керек емес деп ойлаймын. Мысалға, біздегі таргетолог $200 алады, Украинада отырып жұмыс жасайды. Былай қарасақ, өте результаттары жақсы. Біздің Қазақстандағы кейбір кісілерден қарағанда результаты өте жақсы. Бағасы бізде мысалға 500 мың сұрайды, сондай да, примерно. 400 мың сұрайды, 300 мың сұрайды, көп. Ана жақта $200. Разница өте көп. Сондай кісілерді тоже табуға болады. Егерде прям қатты керек болса. Болады. Енді кеттік. Примерно ол кісіге тағы 100 мың теңге жібердік. Таргетологқа, сонда бізде где-то бір 250-300 мың теңге расход кетті. Сізде қандай өзгерістер болуы мүмкін? Яғни біз қазір таргетті жіберсек, көбірек адам келеді. Солай ғой? Значит, бізде администраторды уже кассир ретінде, жаңа бухгалтер ретінде одновременно ұстап отыр, бізге невыгодно. Потому что ол үлгермейді. Сондықтан біз ол жаққа қарай бухгалтерді қойып тағын ана кісінің қолын босаттық. Кеттік. Таргетолог аламыз. Таргетолог алғаннан кейін бізде лид саны көбею керек. Лид саны көбейген уақытта администраторға көбірек жұмыс болады. Солай ғой? Солай. Енді білмеймін, енді как минимум, мен ойлаймын, как минимум, если маман болатын болса, 2 есеге спокойно көтеруге болады деп ойлаймын. И сол кезде сізде мысалға 2,5 миллион теңге емес, средний 5 миллион теңге оборот болатын болса, сіз спокойно 2 миллион теңге таза табыс, 2 миллион емес, 2,5 миллион теңге таза табысқа шыға аласыз негізі. Бірақ оның барлығына негізі бізде цифра керек. Сондықтан мен сізге совет беремін, RNP бойынша бір обучение өтуді. RNP таблицаларды өтуді. Одан кейін екінші момент, кәдімгі Google таблицалар бар ғой, Google таблица, Excel таблица, сонымен кішкене дос болу. Сол жақтағы алгоритмдарды, сол жақтағы кодтарды біліп алсаңыз, сіз өзіңіз құрай бере аласыз да, ол схемаларды. И сонымен сіз и RNP-ді жасай аласыз, и финанс таблицаны да жасай аласыз, басқаны да жасай аласыз. Енді егер де сізге ол нагрузка болатын болса, арнайы жасайтын мамандар да бар. Негізі ақшаны сіз осы мамандардың услугасын сатып алуға қолдану керексіз ғой. Сіз ақшаны алдыңыз, таптыңыз, енді ол ақшаны сіз жұмысты улучшать етуге ақша жұмсау керексіз. Сол кезде сізде тезірек рост болады. Түсіндіре алдым ғой? Ол екінші мәселе. Енді ең өзекті бұның барлығының түбінде тұрған сізге ақша не үшін керек? Маған ақша? Комфортный өмір сүру үшін керек. Қазір не комфортный өмір сүресіз ба? Жоқ, қазір комфортный өмір сүремін. Так. Комфорт не өмір сүргіңіз келе ме? Комфорт не өмір сүргім келеді. Қаншалықты ол? Қандай комфорт сіздің қалап тұрғаныңыз? Біріншіден квартира алғым келеді. Так. Екіншіден салон красоты, помещение сатып алғым келеді. Себебі ай сайын аренда 550 мың теңге төлеймін. Соны расход болмас үшін помещение сатып алғым келеді. Помещение қанша тұрады? Как минимум 70 миллион.
без ремонта. Ремонтына 10-15 миллион кетеді. Сонда 500 мың теңге төлемес үшін 70 миллион теңге төлеуге дайынсыз ба? Ну, енді ол менің бүкіл өміріме дейін қалады ғой. Жақсы. Сосын кейін егер де мүлдем бизнеспен айналыспайтын болсам, просто арендаға беріп қою. Тоже классика. Қазіргі уақытта қалай өзіңіздің, айтайықшы, жаңа қанша шығардық біз? 1,5 миллион теңге шығардық қой, таза табысы, средний 1,5 миллион теңге шығардық. 1,5 миллион теңгенің таза қанша сумасын сіз өзіңізге жеке жұмсайсыз? Таза 500 мың, кейде 700 мың болуы мүмкін. Әр кезде әрқалай. Қалған не істейсіз? Депозит? Жинақ қоясыз. Сол целіңізге жинап жатсыз ба қазір? Иә. Жақсы. Басқа жаққа қарай көмек бірдеңке деген сияқты ондай не жоқ? Бар. Болып тұрады, жақсы. Енді бір сума жиналды деген ойдамын. Енді неге қазір бастамайсыз, қайқа жинап жатсыз соны? Жаңа квартира алғыңыз келді, неге первоначалкасын беріп қоймадыңыз? Депозитте тұр. Просто қазір оған потребность жоқ, себебі анамның квартирасында тұрып жатыр. Егерде квартирада аренда төлеп тұратын болсам, әрине мен әрекет жасайтын едім. Бірақ мен анамның квартирасында тұрып жатқандықтан, менде оған потребность жоқ пока. Сіз сонда потребность болған күнді күтіп жүрсіз ба, ақша жинап? Жоқ, кругленькая сумма жиналғанын күтіп жүрмін, чтобы сразу сатып алу үшін. Малға сатып алу үшін ба? Иә. Бірақ оны примерно бір 2-3 жылдай жинайтын сияқтымын. Жақсы. Мен сізге айтайын, пока сізде осы потребность болмай, сіздің әрекетіңіз де болмауы мүмкін да. Өйткені енді былай ғой, ми үшін зачем қиналуға деген сияқты сондай бір нелер болады негізі. Маған нормально ғой, айына 1,5 миллион теңге тауып жатырмын, не үшін қиналам деген сияқты. Хотя мысалға 3 жыл бойы бизнесте жүрсіз, негізі мына цифрларды сіз маған дейін де естуіңіз мүмкін еді. Көп жерлерден естуіңіз мүмкін мысалға, Сіз бірақ оны жасаған жоқсыз, себебі ол сізге особо қатты керек емес еді. Значит, бізге не істеу керек? Керек болатындай атмосфера, сондай керек болатындай ситуация создавать ету керек қой. Қалай создавать етеміз? Енді мен сізге бағана айтып жаттым. Не үшін сіз алмайсыз десем, сіз қазір жаңағыдай налға сатып алуға деп жатсыз да. Что если қазір предоплатасын төлеп сатып алып қойсаңыз не болады? Сізде уже постоянно үйге құю керек деген запрос пайда болады ғой. Создавать еттік па? Создавать еттік. Сол кезде сіз мынандай спокойно атмосферада жұмыс жасай алмайсыз. Сол кезде уже сізде драйв пайда болады. Жұмыс жасау керек, табу керек. Сізде ішкі андай бір, білмеймін енді, ішкі калькулятор деп айтамыз ба, басқа деп айтамыз ба, сондай бір қалау дейміз ба, сезім дейміз ба, әртүрлі деп айтуға болады. Бірақ факт бір ғана нәрсе, сұрау пайда болады да, айдың басында. Уже сіз жұмыс жасап бастаған кезде, айдың соңында сіздің расходтарыңыз уже расписано, уже біліп тұрсыз да. 1,5 миллион теңге табатын болсам, мен наяққа жұмсаймын, наяққа деген сияқты. Сол кезде сізде қанша суммаға запрос бар, сіз сол суммаға байланысты әрекет жасай аласыз. Ал андай запростан артық табу, то есть біз қазір қысқа уақытта көп ақша табу схемасын айтып отырмыз да. Ұзақ уақытта табу ол болады. Асықпай жинай беруге болады. Мен айтып жатқаным қысқа уақытта көп ақша табу схемасы. Ол кезде біз жаңағыдай ақша керек атмосфераны өзіміз создавать ету керекпіз. Как только саған ақша керек деген запрос пайда болған кезде, сенде уже не пайда болады. Сіз мүмкін осы разборға дейін бұрын бір обучениелерге барып өзіңіз іздеп, уже тауып, 1 жыл бұрын жасап қойыңыз мүмкін еді. Егерде осы қалауыңыз, осы запростар сізде бұрын пайда болған кезде. Мүмкін менде бұрыс установка бар шығар. Именно кредитке байланысты, рассрочкаға байланысты. Так, давайте. Переплачивать деген нәрседен өзім алшақтау жүргім келеді. Сондықтан мүмкін мен налға сатып алуды көздеп отырған болуым керек. Мүмкін сондай дұрыс емес установка болуы мүмкін да менде? Давайте байтек. Жалпы ақшаға байланысты көзқарасыңызды айтыңызшы. Ақша деген вообще не сіз үшін? Ол инструмент. Қандай инструмент? Комфортный өмірге давайте қол жеткізетін инструмент. Әдемі нені алып тастаймыз. Таза, чисто сезімді айтыңызшы, ақшаға байланысты. Мына жерде келіп тұрған нәрсе андай. Әдемі қылып айтпаймыз. Какес. Мүмкін тура сол айтқан шығарсыз. Но какес айтыңыз. Ақшаға байланысты көзқарас қандай? Ақшаң болса енді күшті ғой.
ақшаң болса уверенно жүресің. Ақшаң болса қалтаңда. Қалаған нәрсеңді ала аласың, қалаған нәрсеңді жей аласың, кие аласың деген сияқты. Жақсы. Ақша табу қаншалықты оңай или қиын? Ақша табу, егерде адам өзіне ұнайтын нәрсені егерде тапқан болса, егерде жол болып сол нәрсеге жолыққан болса, сол нәрсені дамытып жатса, бизнес құрып жатса, егерде ол жасап жатқан нәрсесі өзіне удовольствие алып келетін болса, онда қиналмай табуға болады. Егерде сіз қалағаннан, то есть оңай ақша кетсе, сіздің көзқарасыңыз қалай? Оңай ақша келсе, осы бойынша тоже менде кішкене неправильный установкалар бар. Мен оны білем. Себебі бәріміз кішкентай кезімізден өстік қой. Легкие деньги, ни хорошему ни к чему не приведут деген сияқты. Как будто ақшаны тек қиналып, қан мен терді төге отырып қана табу керек деген сияқты установка бар. Бірақ мен ол установкалармен жұмыс жасаған болатынмын. Жұмыс жасағаннан кейін менің табысым да кішкене көбейді деп айта аламын. Ол установкалар қазір жоқ па или әлі бар ма? Ол установкалардың түбірі қалып кеткен сияқты. Кішкене бар сияқты, себебі ол болмаса сіз айтпайтын едіңіз ол туралы. Сол ғой, енді негізі ақша табу оңай или қиын, ол әркімнің өзі үшін керек нәрсе. Сіз үшін қиын болса, сіз үшін ол қиын. Мысалға, бір адам үшін ол оңай болатын болса, ол адам үшін оңай. Жалпы бір заңдылық жоқ негізі, ақша табу қиын или ақша табу оңай деген бір алып қойған заңдылық жоқ. Әркімнің өзінің түсінігіне байланысты, әркімнің өзінің тәрбиесіне байланысты. Но ең қызығы, біз сол түсінікке байланысты әрекет жасаймыз. Бізде түсінік қандай, біз соған байланысты әрекет жасаймыз. Егер де бізге ақша табу қиын деген түсінік болса, бізге оңай ақша келіп жатса, біз ол ақшадан қашамыз. Себебі мынау дұрыс емес дейміз сразу, мынау дұрыс емес, білмеймін енді қалай. Оңай ақша оңай кетеді дейді, ол ақшадан қорқа бастайды. Оңай ақша оңай кетеді дейді, жарата бастайды деген сияқты. Ол ақша ғой ол. Оның оңай келсе де, қиын келсе де бір қалыпты жаратуға болатын еді, бірақ ол енді бізде өте қиын. Ол бізде түсінік сондай болғаннан кейін амал жоқ солай етеміз. Бұны мен не үшін бастап келе жатырмын? Мүмкін сіз үшін жаңағы обучение курс дегендер сіз әлі жасамадыңыз, себебі сіздегі түсінік сондай болуы мүмкін да, яғни ол жақтан көбірек ақша келсе, мынадан қарағанда оңай ғой. Ол ақша оңай. Сондықтан сіз оған бармауыңыз мүмкін да. Негізі олай емес. Так. Негізі обучение бірден көп сумманы табуға болады, бірақ кішкене энергозатратны. Энергия көп кетеді. Себебі әрбір қызды осы жаңадан мамандыққа үйрету маған кішкене энергозатратны. Сондықтан мен 2 айда бір өткізем. Енді маған соны упаковка жасау керек та, сол обучение жүргізуді. Қиналмайтындай етіп жүйе құрастыруым керек. Сосын ғана барып мүмкін мен қиналмай, энергозатратно деп айтпай, мүмкін обучениені мүмкін. Бұны айтқаныңыз өте жақсы болды, себебі то есть сіздің қандай ойыңыз осы обучениеге алып келмей жатқанын түсініп алу керек болды да маған ше. Яғни ақша табу қиын деген ба? Но бірақ сіз өзіңіз айттыңыз, что ол жақта энергозатратно болғандықтан деп. Энергиям көп кетеді үйрету үшін. Енді давайте былай айтайық. Мынандай бір случайлар болды ма? Мүмкін бұл енді көрермендердің арасында көп адамдарда болуы мүмкін. Жаспыз, мектеп кезінде деп айтайық, бір 9-шы класс дейміз ба, сондай. Үйге бір жұмыс жасап, шаршап келе жатқан кезде бір андай ой болады да. Үйге барсам, қазір жата қалсам, жуынам, сара жата қалам, ұйықтаймын деген сияқты оймен келе жатамыз үйге. Сөйтеміз дағыны, үйге жақындаған кезде бір танысымыз звондайды. Танысымыз звондайды дағыны, ойбай, мына жақта деген андай бір вечеринка болып жатыр, ой, күшті, барлығы осы жақта, давай, кел, ау деген уақытта біз не істейміз, шаршағанымызды ұмытып кетіп, сразу жүгіріп кеткен кездер болды ғой бізде. Болады ғой ондай моменттер. Сонда бізде шаршау деген қай жақта қалды? Шаршау деген тек қана ойда болып тұр ғой бізде. Солай ғой. Солай. Айтайын деп жатқаным, сіздің қазіргі жаңағы энергозатратно шаршау дегеніңізде ол сіз үшін бір выгодный позиция болып тұр да. Ол негізі тек қана ойда ғана болуы мүмкін. Ойда ғана болуы мүмкін. Егер де сізде көп ақша керек деген запрос болған кезде, сонда шаршау деген айтпайтын едіңіз, ұрып жұмыс жасайтын едіңіз. Енді қараңыз. Сонда басқа
уже осы обучение жасап жүрген адамдар сізден қарағанда олардың 2 жаны бар ма? 3 жаны бар ма? Жоқ, тура ғой. Иә. Иә. Разница тек қана біздің қалауымызда, бізге запросымызда негізі. Біз красиво айта беруіміз мүмкін. Маған ойбай, айына 10 миллион керек, анау мынау не үшін керек десең, мына жаққа деп айтуы мүмкін, красиво. Егер де әрекетпен оған келмесе, значит оған ол пока керек емес деген сөз. Қазір оған ол керек емес. Егер де керек болса, ол уже жасап қоятын еді. Түсіндіре алдым ғой? Мәселенің барлығы, мен бағана сізде неге дейін айтқам, эфирге дейін айтқам. Мәселенің барлығы біздің жұмыстың ішімізде емес, біздің өзіміздің ішімізде. Біздің өзімізді разбирать етіп алсақ, жұмыс спокойно қалпына келеді. Жұмыстағы инструменттер ол мынандай бір инструмент сияқты негізі. Мынаны алдың, былай қойдың, мынаны алдың, былай қойдың деген секілді. Біздің жұмыстың ішіндегілердің барлығы ол инструмент. Инструмент деген былай алып, бүйтіп қоя саласың, мына жерде жоқ па, сырттан алып келдің, былай қоя саласың деген сияқты бір инструменттер. Бұны өзгерту өте оңай. Егерде біз бұны өзгерткіміз келсе. Келсе деген сөз біздің мына жақтан шығатын қалауда ол. Түсіндіре алдым ғой? Егерде мына планшеттің үстінде ручка жоқ болатын болса, маған мына жаққа ручкамен жазу керек болатын болса, менің қалауым пайда болды. Қалау пайда болғаннан кейін мен барамдағыны, сататын жерден барып сатып алып келем дағыны ручкасын қоям. Все, запрос орындалды. Қалау пайда болды. Мен барып андай отырмаймын да, ручка керек еді, мен не істеймін деп отырмаймын ғой. Нақты қалау пайда болған кезде мен сразу телефоннан кіремін, білмеймін, OLX-қа кіремін, басқа қылам деген сияқты заказ бере салам, болмаса қай жақта бар деп Google-дан терем, барам, алып келем. Маған оны ешкім үйреткен жоқ. Қалау пайда болған кезде мен мұны ручканың қай жақта сатылатынын білмесем де, іздеп тауып алам да, барам да ручканы алып келем дағы қалауымды орындаймын. Все. Осылай ғой. Тура осындай жұмыстағы әрекеттердің барлығы. Примерно осы ручканың төңірегінде ғой негізі, қазір айтқан. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан біз бірінші очередте өзімізбен разбираться етіп алсақ, жеңілірек болады. Содан кейін барып екінші момент жаңағы неге байланысты? Цифрларға байланысты. Өзімізбен разбираться етіп алсақ, цифрлармен разбираться ету керекпіз. Екінші очередте сізге керегі. Цифрлармен разбираться етіп, бағанағы рөлдерді орнына қоятын болсақ, негізі сізде қазіргі әрекетпен-ақ осыдан спокойно X2 оборот жасауға болады. Оны сіз қалай ол 150 мың теңге расходпен 2,5 миллион теңге оборот жасап отырсыз? Мне кажется, ол өте жақсы көрсеткіш. Өте жақсы көрсеткіш. Сіз осыны әрі қарай, яғни сіз қараңызшы, логикаға салыңызшы просто. 150 мың теңге жұмсайсыз, 1,5 миллион теңге таза табыс табасыз. Таза табыс, оборот емес. 150 мың теңге жұмсайсыз, 1,5 миллион теңге табасыз. 300 мың теңге жұмсасаңыз, қанша табасыз? 3 миллион. 3 миллион теңге табасыз ғой негізі. Спокойно сіз мұнамен спокойно жасай аласыз. Сіздің қазіргі, егерде мына цифрларды сіз осы команданы сіз қазір управлять етіп жатсаңыз, сіз X2-дағы команданы спокойно управлять ете аласыз. X3, X4-пен кішкене проблема болуы мүмкін, бірақ хотя бы X2-мен сіз спокойно управлять ете аласыз. Сізге кішкене өзіңізге бір дискомфортқа алып келетін жұмыстағы не алып келу керек та, ол жаңағы осы X2-ңыз сіздің қазіргі комфорт зонаңыздан шығарады. Сіз уже әрекетіңіз басқаша бола бастайды. Спокойно, на расслабоне деген нәрсені кішкене ұмытасыз, чисто драйвқа кіресіз жұмыстағы. Егер де қалауыңыз көп ақша табу болса. Сіз мынаның өзімен X2-ға спокойно шыға алсаңыз, мен ойлаймын, одан кейін жаңағы, осыдан кейін барып, бағанағы сіздің ішкі обучениеге деген, энергозатратный деген ойыңызды түзеу арқылы, содан кейін барып, сіз обучениеге кірісе аласыз. Егерде сіздің жаңағы изначально келген осы обучениеңіз болатын болса, негізі бұның бұл аурудың емі қатты не емес, қиын емес. Себебі бізде нарықта продюсерлер деген бар, басқа деген бар, олар өте көп. Егерде қаласаңыз, мен сізге бір-екеуін өзім-ақ тауып бере аламын. Направление өзім-ақ бере аламын. Ондай нелер өте көп. Біз бұл жерде сізге дейінгі успешный кейстарды қарап көру керекпіз. Сізге дейін успешный кейстарды қарап, солардың әрекетін жасау арқылы сізде тура соны жасай аласыз. Негізі везде әрекет, везде жұмыс бірдей, но әрекет әртүрлі. Сол үшін ғана бізде результат әртүрлі. Түсінікті ғой? Қалай айтсам болады? Бірінші орында кішкене пиарға жұмыс жасау, именно обучениеге байланысты. Методика шығару. Методика шығарғаннан кейін барып, сізге кішкене пиарға жұмыс жасау, яғни бір
сіз кімсіз деген сұраққа жауап беру ғой, былай айтқанда. Аспаннан салбарып түскен құралай емес, мынамен жұмыс жасаған құралай, мына кісімен жұмыс жасаған. Осындай бір успешный кейстер болу керек та. Бүйткен, сөйткен, мынандай результаттар бар, мынандай результаттар бар дегенді көрсе, адамдар уже басқаша көзқарас болады. Сізден содан кейін барып үйренгісі келеді. Одан кейін сіз мынаны X2 жасаған кезде сіз осының результатын спокойно бөлісе аласыз. Сіз айта аласыз да, міне мен өзімде мынандай результаттар бар. То есть адамдар тек қана мысалы обучение жасайтын адамдар көп қой өте. Неге именно сізден келіп үйрену керек? Ол просто келіп жаңағы перманентный макияжды жасап емес, плюс еще и сіздің энергетикаңыз болу керек, онашы. Жаңағы жасап атқан осы әрекеттеріңізді де олар көру керек та. Осыны қайталап барып, то есть сізден кеткен адам обучение жасап, ол өзі ары қарай жұмыс жасап кету керек қой. Бізге оны да создавать етіп беру керек қой. Сондықтан екінші орында сізде жаңағыдай пиар болу керек. Ол пиардың ішінде мысалға жаңағы осылардың нелері полный көрінеді. Негізі айтқанда сіздің барлық негіздің жаңағы обучениеге байланысты қайтсам болады. Обучениеге байланысты сіздің запросыңыздың емі бір ғана продюсер болуы мүмкін. Что сіз вообще басыңыз қатырмайсыз даже. Вообще басыңыз қатырмайсыз. То есть сіз бұл моментті көрмегендіктен сіз оны қиын деп санауыңыз мүмкін да. Уже андайда барлығын өзіңіз істеуді қою керек. Сізде кейстің барлығы сондай сияқты да. Әрекеттің барлығын өзім істегім келеді деген. Содан мен шаршаймын сосын көп. Содан кейін шаршайсыз, содан кейін барып ой мынау деген қиын екен деген бір ой туындайды. Содан кейін қиындаған сайын одан сайын қиындата бересіз соны. Сондай болуы мүмкін да. Сіз үйде үлкенсіз ба? Иә. Үйде қанша көп па? Жоқ, үш қыз. Үш қызсыз, үлкенсіз. Анда ұқсап тұр, себебі андай көп жүкті үйде де албаған болуыңыз мүмкін да. Сөйтістағыны тура сол әрекетіңізді жұмысқа келіп қайталайсыз да. Үйдегі әрекетіңізді жұмысқа келіп қайталайсыз. Скорее всего, сіз достардың арасында жүрген уақытта андай бір қамқор болып, андай бір организатор болып, бірдеңе нетіп, сондай істеп жүруіңіз мүмкін. Достардың арасында да. Жас кішкентай кезімен қалыптасқан қасиет. Ол қалыптаса береді, кете береді негізі. Ол да нормальный нәрсе. Просто бізге біздің осы барлық нәрсені өзіммен алып жүрген әрекетім осы семьядан келе жатыр деген нәрсені түсіне алсақ болды да. Андай не үшін мен мынандаймын, не үшін мынандаймын деген нәрсе сол кезде сізді особо қатты тревожить етпейді. Түсінікті ғой? Иә. Егер де давайте қорытындылайтын болсақ, біздің разборымыз сізге пайдалы болу керек. Сондықтан давайте осының барлығын қорытындылап сізге нақты действияларды айтайық. Не істеу керек? Ең бірінші орында сізге керек бухгалтер, RMP таблица, таргетолог, пиар-менеджер или продюсер. Ол енді кішкене екінші неде. Бірінші мынаны біз түзеп алайық. Не үшін мынаны түзеп алайық? Себебі мынау сіздің кейсіңіз болады біріншіден. Екіншіден сіз мынаны түземесеңіз, сіз обучение кеткен кезде мына жағыңыз қирай береді да. Сондықтан мына жақта кішкене более-менее бір неге қою керек. Жүйе. Сіз қазір жүйемен басыңыз қатырмаңыз. Сіз бірінші мынаны кішкене түзеп алыңызшы. Кішкене түзеген кезде өзі ана именно жүйеге келіп өзі тіреледі. Сіз бірінші мына цифрларды орнына қойып алыңыз. Хорошо? Ақшаны бөлу, жұмыстың кассасы сіздің кассаңыз емес екенін түсініп, ақшаны бөлу. Ең бірінші орында ақшаны бөлу, жұмыстың кассасы бөлек, сіздің кассаңыз бөлек. Екінші RMP таблица жасау. RMP таблицаны мен сізге асықпай тағы бір көрсетіп жіберемін. Келесі бухгалтерияны реттеу. Төртінші таргетологпен жұмыс жасау. Сізге жұмыстан кішкене андай пахат етуді қою керек та, кішкене жұмыстан шығу керек. Сіз былай айтқанда жұмыстың ішіне кіріп алғансыздан жан-жақ көрмейсіз. Егер де жұмысты осындай бір комната деп елестететін болсақ, сіз сол комнатаның ішінде мына жерде стена қарап отырсыз да. Дәл таптыңыз, тура солай. Мына жақта не отыр, вообще көріп отқан жоқсыз оны. Сол үшін не істеу керек сізге? Мына жұмыстың сіздің мына жаққа қарай қаратып отырған жұмыстың біразын өз маманына тапсыру керек та. Сөйту керек та, есіктің жанына бару керек та, сол жақтан жұмыстағылар не отыр деген көзқараспен қарау керек та. Так, мына жақ не отыр, мына жақ не отыр. Мына жақ жота көп нетіп жатыр. Ерігіп жүр, администратор 10 звоноктың 5-еуіне ғана жауап беріп жатыр. Сол кезде ғана көресіз, когда сізде жұмыстан алшақтаған кезде ғана көресіз. Түсінікті ғой? Ол үшін бағанағы мамандарды өз жұмыстарына беру.
сіздің жұмысыңыз жұмыста жұмысшы болмау ғой негізі, жұмыста бастық болу. Бастық тек қана осылай үстінен наблюдать ете алады да. Сол кезде ғана сізде рост болады. Сіздің басты мақсатыңыз жұмысты жүйелеп, масштабқа алып келу деген сұраққа жауап беру. Сол сұрақты алып алғансыз, бірақ онымен жұмыс жасауға вообще уақытың жоқ қой. Иә. Енді осыларды түзетсеңіз, сіз хотя бы осыны түзетсеңіз, сіз как минимум X2, X3-ға шыға аласыз деген ойдамын. Рахмет. Енді құрметті көрермендер, сіздерге бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамыз. Біз бүгінгі шығарылымды қорытындылай келе Құралай ханымның ойын тыңдап көрейік. Жалпы разборға байланысты не айта аласыз, не түсіндіңіз? Рахмет, сізге көп рахмет талдауыңызға. Маған өте ұнады. Көптеген инсайттар алдым. Көзге көрінбейтін элементарный нәрселерді сіз дөп басып айттыңыз. Сізге рахмет, алғысым шексіз. Тағы да жаңағы контактылармен бөлсеңіз, вообще нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы. Бәрі ұнады, керемет. Енді сізден бір сөз керек. Осы айтылған нәрселердің барлығы мен жұмыста қолданам деген. Осы бүгін айтылған инструменттердің бәрін жүйелеп, қортып, іс жүзінде жүзеге асырам деген үміттемін. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылымыз осымен аяқталды. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер, себебі алдағы уақытта өте қызықты шығарылымдар болады. Және де егер де келесі түсірілімге сіз қонақ болып қатысыңыз келсе, астында бізде анкета бар, сол анкетаны толтырсаңыз, біз соны қарап көреміз. Және де сол анкета толтырған адамдардың ішінен таңдап, келесі қонағымыз дәл сіз болуыңыз мүмкін. Сондықтан толтыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болыңыздар.